Қорқу бұл қалыпты жағдай. Сондықтан, егерде сізде қорқыныш бар болса, бұл ешқандай да кемшілік емес. Бұл адам ойының және жалпы өміріміздің маңызды бір бөлігі. Бірақ үнемі басымыздан, ойымыздан кетпейтін үрейден сақтанған жөн. Ойымыздан кетпейтін қорқыныш деп, мен сол қорқыныш объектісі туралы үнемі ойлауға мәжбүр ететін қорқыныштарды айтамын. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Осы орайда мен сізге қорқыныштарыңызды жоюға көмектесетін керемет екі стратегияны айтайын. Ең алдымен, қорқыныш деген нәрсенің шын мәнінде не екенін қарастырып алайық. Сіз өзіңіздің басыңыздан өткенін қаламайтын нәрсені көз алдыңызға елестеткен кезде қорқыныш пайда болады. Бірақ олай жасаудың қажеті не? Біздің санамыз өте жалқау болғандықтан адамдар осындай нәрселерді жасайды. Біз кейде тіпті қорқыныштың болу фактісінің өзін аңғармаймыз. Ол өз-өзден келіп, біздің санамызды түгелдей жаулап алатын сияқты. Осы ретте ақыл-ойды басқару курсын оқып жүрген адамның өз ойларының қалай қалыптасатынын білмейтін адамға қарағанда қаншалықты айырмашылықтарының бар екендігі айқын көрінеді. Менің курсымды оқып жүрген адам ретінде сіз қорқыныш дегеніміз бұл белгілі бір ойлар жинағына қатысты түсілетін реакция екенін білесіз. Бұл өзіңізге қатысты туындағанын қаламайтын нәрселер туралы ойлап елестету процесі. Сіз бұл жерде ақыл-ойды басқару техникаларын қолданасыз, бірақ керісінше жасаған болып отырсыз. Ешкім де осылай жасайыншы деп жасамайды. Сіздің бұлай жасау себебіңіз, сіздің миыңыз автоматты түрде өз-өзінен біздің өміріміздің барлық аспектілеріне қатысты сипаттамалар мен оқиғаларды ойдан шығарады. Егерде біз ұдайы жаттығулар жасамайтын болсақ, егерде өзіміздің ақыл-ойымызбен жұмыс істеу, оның позитивті ойлармен қоректендіру, позитивті сенімдерді қалыптастыру біздің әдетімізге кірмейтін болса, онда әрине олардың орнын қорқыныш басады. Бірақ мынандай бір құпия тәсіл бар, және барлықтарыңыздың мұны біліп жүргендеріңізді қалаймын. Қорқынышқа күш-қуат беретін не екенін, оның қайдан қоректенетінін білетін болсаңыз, нәтижесінде сізде керемет жетістіктерге қол жеткізе бастайсыз. Қорқыныш күшті тек сізден ғана алады. Сіз оларды тудыратын ойларды ара-тұра ойлай бергендіктен қорқыныш күшейе түседі. Шын мәнінде сіз өзіңіз отқа май құясыз. Бұл осы жағдайға дәл айтылған метафора. Себебі үй болсын, орман болсын, бірдеңе жанып жатқан кезде отқа тек екі зат қана қажет: отын және оттегі. Сол сияқты біз қорқынышқа бой алдырған кезде оған да отын мен оттегі қажет. Сонда біздің қорқынышымызға отын болатын не нәрсе екенін анықтап көрейік. Бұл мысалы жұмысымызды жоғалтып алуымыз мүмкін, жобаны тапсыра алмай қалуымыз, немесе ауырып қалуымыз мүмкін, шынайы бір жағдайлар түрінде болуы мүмкін. Неден қорқсаңыз, сол отын ретінде болуы мүмкін. Ал оттегі болып, сіздің ондай ойға бар назарыңызды аударып, қайта-қайта ойлай беретін әдетіңіз табылады. Дәл осылай сіз өз қорқынышыңызға отынды да, оттегінді де бересіз. Ендеше мен сіздерге қорқынышты жоюға көмектесетін стратегия туралы айтып берейін. Ол өте қарапайым болып көргенімен, өте күшті стратегия. Ең бірінші, қорқыныш туындаған кезде оны аңғарыңыз, табыңыз және өзіңізге былай деп айтыңыз: мен енді өз санама мұндай ойларды ойлауға жол бермеймін. Оның орнына әр кез менің басыма қорқыныш тудыратын ойлар келген кезде, және мен осы қорқынышты сезген кезде, мен оны 2 минуттық аффирмациямен қарсы аламын. Осы кезде мен барлық ойымды қорқыныш сезіміне қарама-қайшы бағытқа шоғырландырамын. Яғни, егерде сіздің қорқынышыңыз жұмысымды жоғалтамын, банкрот боламын дегенге байланысты болса, онда мен бәрі міндетті түрде жақсы болады. Менің жұмысым жүреді. Ойлаған көздеген нәрселеріме міндетті түрде қол жеткіземін. Менің ақшам да көп болады.
Сондықтан қаржылық жағынан маған алаңдаудың да қажеті жоқ деген сөздермен 2 минуттық аффирмация жасап, осы сөздерді қайта-қайта қайталаңыз. 2 минут деп айтып отырған себебім, сағатқа қарап немесе телефондағы таймерді қосып қойып, тура 2 минут бойы қайталаңыз. Енді нәтижесінде не болатынын қараңыз. Сіздің үрейіңіз былай деуі мүмкін: әрине, қорқып кеттім. Не деген қорқынышты сөздер. Тіпті кетіп қала жаздадым ғой деп. Бірақ сіз білесіз не істеу керек екенін. 2 минуттық аффирмациямен ұра беріңіз, қайталай беріңіз. Сіз қорқатын нәрселерге қарама-қайшы сөздермен қайталай беріңіз. Осы кезде сіздің үрейіңіз сіздің шындап кіріскеніңізді түсінеді де, біраз уақытқа кетіп қалуды жөн көреді. Дегенмен әлбетте қайтып келіп, сізді қайтадан жаулай бастайды. Сол кезде сіз тағы да оған жұмыссыздың міндетті түрде жүретіндігі туралы, көп ақша табатындығыңыз туралы, денсаулығыңыздың да жақсы болатындығы туралы 2 минуттық аффирмациялармен қарсы соққы жасаңыз. Менің осы айтқан техникам өте күшті, өте тиімді техника. Бұл екі жағынан тиімді. Біріншісі, осыдан бастап сіз ойлаудың жаңа әдетін қалыптастырасыз. Екіншіден, сіз өз үрейіңізден назар аудару энергиясын алып қоясыз. Енді осы айтылғандардың барлығын қорытындылап өтейік. Қорқыныш өз энергиясын тек сізден ғана алады. Сондықтан оған бар назарыңызды аударуға қажет емес. Керісінше, болашақ туралы жаңа ой, жаңа көзқарас қалыптастыру керек. Визуализация мен аффирмация арқылы басқа жаңа болашақты көре білу қажет. Сол кезде қорқыныш түбегейлі жойылады. Өз өміріңізден үрей, қорқынышты алып тастау сіздің жауапкершілігіңізде екенін естен шығармаңыз. Себебі үрей сіздің бір бөлігіңіз ретінде жүреді. Сондықтан оған орын беру керек пе, әлде оны жою керек пе, тек өзіңіз ғана шешесіз. Өз ақыл ойыңызды сіз ғана бақылай аласыз. Жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін осы арнаға жазылуды, лайк басуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.